Саламатсыздар ма, менің тәтті үй каналымның қонақтары. Сіздермен бүгін мен вареники жасағым келіп тұр. Заварное тесто дейді ғой, қайнатылған қамырмен қайнатылған қамыр жасайтын боламын. Ыстық суға иленеді. Ал енді соны қабыл алыңыздар. Ол үшін мен алдымен картошкамды тазалап, картошкамды қайнатып аламын. Өйткені қамыр дайын болғанша біздің ішіне салатын картошкадан салмамыз дайын тұру керек. Мен картошкамды ашып тазалап алдым. Енді маған осы картошканы қайнату керек. Суға аздап тұз саламын. Енді менің суым да қайнап тұр. Енді біздер қамырымызды илей берсек болады. Менде мына жерде 800 грамм ұн, 800 грамм ұнға. Бәрін алмайым 800 грамм ұнның. Біздерге бір жұмыртқа, сосын 3 қасық сұйық май керек болады. Тұз және осыған осы болып қалар қазір көрейік. Осындай тұз салып алдым. 2 шай қасық. 3 қасық және де бір жұмыртқа. Жақсылап жұмыртқамды араластырып аламын. Онымен қазір ыстық қайнап тұрған суды құйған кезде жұмыртқа пісіп қалмау керек. Мінекей менің суым қайнап тұр сақырлап. Енді осыдан осы мынау 200-250 грамм стакан. Мен жұмыртқа пісіп қалмасын деп осылай ортасына жиып алып жатырмын. Қолыңызды салып жібермеңіз, ыстық қайнап тұрған суға қолыңыз күйіп қалады. Біраз араластырып суытып аламыз. Өзі суиды жайменен. Үйде миксеріңіз болса, миксермен де илеп жіберуге болады қамырды. Әлі де ыссы екен, сонда да жайменен илей берейін осылай деп. Астыңғы жағы әлі де ыстық екен, сондықтан өте абай болыңыздар. Менің столымның үсті таза, сондықтан столға түсіріп илей берсем де болады. Бастапқыда біздің қамырымыз осындай болады. Шашыраңқырап тұрады. Жақсылап илеп, басын біріктіріп аламыз. Бұл қамырдан келмен шешеміз де болады. Қамырымның басы бірікті. Енді азғантай уақытқа тағы да қойып қоямын. Иі қанғанша және тағы да бір илеп аламын. Әзірше осылай деп жауып қоямын бетін. Қамырымды илеп қойдым. Картошкам қайнап жатыр. Енді мен азғантай табаға май құйып, осындай азғантай жуаны турап алдым. Енді табаға осыны жақсылап қуырып аламын. Мен бұны картошкаға салатын болам. Енді сіздер қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да өз еріктеріңіз. Үйлеріңіздегі адамдарыңыз жетім болса, онда қоссаңыздар болады. Ал егер менің үйімдегілер жуаны қоссам жемейді десеңіздер, онда қоспай-ақ жасай берсеңіздер де болады. Күйдіріп алмай, сап-сары болғанша қуырамыз. Сол үшін араластырып тұрасыз. Менің картошкам да дайын болды. Енді осы картошкамды судан сүзіп алып, езіп пюре жасайтын боламын. Картошкамыздың тұзы бар, тұз салмаймын. Сүзіп алған кезде картошкамыз құрғақ болу керек. Өйткені бұны қамырдың ішіне салатын болғаннан кейін ылғалдықтың қажеті жоқ. Енді мен осы жерге мынау қуырып алған жуамды да салып жіберемін. Бұл жуаны қуырған кезде де майыңыз өте көп болмасын, бұның да қажеті жоқ. Мен бұл картошкамды миксерге салып араластырамын. Өйткені маған біркелкі однородная масса дейді ғой. Ешқандай арасында жаңағыдай түйіршектері заты қалмайтын бір қалыпты масса керек болады. Міне менде өте әдемі осындай пюре болды. Біздің варениктеріміздің ортасына салатын салмамыз дайын. Енді осы суығанша мен қамырымды реттеп дайындап аламын. Оған дейін біздің салмамыз суиды. Қазір әлі ып-ыстық буы шығып тұр, қараңыздар.
Қамырымыздың жағдайын көрейік, қандай болып тұр екен. Қамырымыз бағана қарағанда едәуір жұмсарып, басы бірікті. Енді осыны тағы да бір илеп, тағы да бір 15-20 минутқа қойып қоямын. 15-20 минуттан кейін қамырымызды жайып, өзіміздің варениктерімізді түйіп жүрсек болады. Менің қамырым дайын болды. Енді бұны жая беруімізге болады. Мен осындай шетінен бөліп алып жаямын. Ал сіздер өзіңіздің үйренген әдістеріңізбен жасай берсеңіздер де болады. Бұны кәдімгі үлкен оқтауға салып жайып ала берсеңіздер де болады. Мен енді осындай қылып жайып үйренгенмін. Сондықтан маған осы ыңғайлы. Қамыр өте әдемі болды. Бұл қамырға ұнның қажеті жоқ. Бұл жабыспайды ондай. Тек бетін жауып қойып отыру керек болады. Қайыздап қалмас үшін. Мен шетінен жайып, шетінен түйіп отырамын. Мына қамырым қаяздап қалмас үшін мен осылай деп бетін жауып қоямын. Мен осылай салмам тезірек суысын деп, өстіп тарелкаға салып, осылай деп қойдым. Маған осылай ыңғайлы. Қараңыздар, өте жақсы жабысады. Енді шетте осындай өрнек салып түйсеңіздер де болады. Енді оған өздеріңіз қарайсыздар. Қараңыздар қандай әдемі болды. Қамырыңызды жұқа қылып жайып алсаңыз да болады. Мыналар кішкене тартылып қалыпты. Бұл біздің қамырымыз тұрған сайын әдемі бола береді. Варениктердің ішіндегі салмасына творог салып жасасаңыз да болады. Өзіңіздің отбасыңыз қандай салманы қалайды, сондай салманы салып жасай берсеңіз болады. Қамырымыз өте керемет, пластилин сияқты. Қандай қылып жайсаңыз да өте әдемі болып тұр. Бір жақсысы оқтауға да, қолыңызға да, мынау жайып атқан дастарханыңызға да еш жабыспайды. Қамырымызды осылай деп жапсырып алғаннан кейін, мына ұшынан өстіп иіп жапсыра бересіздер ғой. Осылай деп қаттырақ бассаңыздар, осындай өте әдемі өрнек шығады. Осы вареникті осылай деп жасауды мен 9 класстан кейін бекен, ол кезде садиктерге барып, уақытша каникул кезінде жұмыс жасайтын едік. Сол кезде нянечка болып жұмыс жасаймыз ба, нақты есімде жоқ, қасымдағы өзіммен аттас Райхан деген класстас құрбым, екеуміз барып, сонда садиктерде жұмыс жасаймыз. Сол кезде түскі обед кезінде ма осындай жаңағы кухняға апарып біздерге пельмень болсын, вареники болсын өстіп түйгізіп қоятын еді. Сол кезде сол бізде Матрена Викторовна деген үлкен бір апай болатын еді, повар. Сол кісінің үйреткені ол 96-95 жылдар екен. Содан бері мен вареникиді осылай деп түйемін. Өзіме өте ұнайды. Үйдегілер де осындай жақсы көреді. Сіздер де жасап көріңіздер. Одан бері мінекей аттай 38 жыл уақыт өтіп кетіпті. Сол 38 жылдан бері осы вареникті осылай деп түйіп келе жатырмын. Біз қазақтар әрине етті тағамды жақсы көреміз, бірақ арасында осындай бір жеңіл тамақ жегіміз келеді. Сіздер де үйлеріңізде осы рецептпен жасап көріңіздер. Подписка жасап, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып алыңыздар, каналдан алыстап кетпес үшін. Сондықтан ұн сеппейміз. Мен мына тарелкамның бетін сұйық маймен азғантай жұқа қылып майлап алдым, бетіне жабысып қалмасын деп. Қанша дегенмен біздің картошкамыз ылғал, жаңағыдай ылғал шығарады, сондықтан суланып тарелканың бетіне жабысып қалмасын дегенім.
Мен дайын болған варениктерімді морозильникке салып жатырмын. Өйткені сыртта тұра берсе, бұлардың беттері қаяздап бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан морозильникке уақытша қойып аламын. Міне менде барлық варениктерімді түйіп алдым. Суым да қайнап тұр. Енді қазір оны пісіріп алатын боламын. Менің суым қайнап тұр. Енді суға тұз қосып аламын. Біздің варениктарымыз дайын болды. Енді табаққа сүзіп аламын. Мінекей, әп-әдемі болып пісті, езілген жоқ, сол қалпында түсті. Ішіндегі салмасы да шығып кеткен жоқ. Бәрі әп-әдемі болды. Енді мен бұл варениктеріме сары майды салып, араластырып қоямын. Сөйтіп 5 минутқа бетін жауып, майы қамырға аздап сіңгенше қоя тұрамын. Оған дейін мен өзімнің укропымды осылай деп турап алдым. Енді турап алған көкөнісімді осы қаймаққа салып, менде бұл қаймақ, сіздер қолдың қою айранын алсаңыздар да болады. Осындай соус жасаймыз. Аздап тұз, бұрыш керек. Бәрін жақсылап араластырып қойып қоямын. Қазір мен варениктерімді тарелкаға салғанша бұның да тұзы еріп, әдемі болып тұрады. Мінекей варениктерді дайын болды. Ал күнделікті әдетіміз бойынша мен сіздерге дәмін татып берейін. Астарыңыз дәмді болсын. Керемет. Негізі қаймаққа тұз қоссаңыздар өте керемет дәм береді. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.